Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Құрметті достар, есімім Рүстем болады. Бүгін сіздерге арнайы тақырып кредитный картаның кесірі. Яғни сіз кредитный карта ашқан болсаңыз, оны қолданып жүрген болсаңыз, оның сізге тигізер қандай зияны бар. Немесе кредитный картаны қолданушылар қандай қателік жіберіп жатады, осыны айтып беретін боламын. Құрметті достар, тақырып өте маңызды. Әсіресе отбасы банк арқылы мемлекеттік бағдарламалар аясында немесе 50-50 мен ипотека рәсімдеймін деп жүрген жандарға дәл осы тақырыптың пайдасы болары сөзсіз. Сондықтан тақырыпты соңына дейін көреміз. Достарға, таныстарға барлығын таратамыз. Каналға жазылуды ұмытпайын. Және жерде подписаться деген кнопка бар, соны басып қойыңыздар. Мен тақырыпты бастайын. Қараңыздар, ең бірінші кредитный картаның түрлеріне тоқтала кетейік. Елімізде қанша екінші деңгейлі банк болса, әр банктың бірнеше кредитный карта түрлері болады. Оны сіз білуіңіз мүмкін, білмеуіңіз де мүмкін. Ең бірінші бастайық. Каспи Ред деп аталады, MyCard, American Express, White, Blue, Gold, Mold, тағы басқа кете береді. Smart Card, Namart Card, Smart City, Free Card, DOS, тағы басқа толып жатқан түрлері бар. Бір банкте бірнеше кредитный карта болады. Яғни кредитный карта не үшін керек, құрметті достар? Былай қарапайым тілмен айтқанда, банк сіздің желкеңізден ұстап, былай өзіне бұғаттап байлап қою үшін. Яғни сіз қандай да бір ақшалай кредит алсаңыз, немесе товарный кредит алсаңыз, рассрочка алсаңыз, олар постарается осы кредитный картамен сізге беруге. Не үшін? Мысалы, кредитный картаны ашып қояды, ол кредитный картада лимит деген ұғым бар. Яғни ол кредитный картаның лимиті 500 мың теңге болуы мүмкін. Яғни кредитный карта сізге береді 500 мың теңге. Мысалы, сотка алдыңыз, iPhone 13 алдыңыз, оның бағасы 400 мың теңге болады да. Мысалы, сізге 500 мыңға кредитный лимит ашып қояды. Кез келген уақытта, мысалы 430 мыңға сіз iPhone алдыңыз, ар жағындағы ақшаны сіз кез келген уақытта тағы да басқа бір нәрсеге жаратуыңыз мүмкін дегенмен ниетпен сізге беріп қояды. Алданыш ретінде былайша сізге айтып қояды: "Ой, сізге 500 мың лимитпен бердік, алып жатқан товарыңыз арзан, ар жағында тағы да ақша бар, оны да қолдансаңыз болады басқа біреуге" деп миыңызға құйып қояды ғой. Сіз ертең жүресіз, мен 400 мыңға сотқа алдым, менде ар жағында 100 мың теңге бар, 100 мың теңге не алсам болады деп. Барасында микроволновка ала салуыңыз мүмкін, тағы да бір басқа товарды ала саласыз. Көрдіңіз ба? Немесе оның лимиті 1 миллион теңге болуы мүмкін. Яғни сізге белгілі бір лимитпен кредитный карта ашып қояды. Оның ішінде суммасы болады. Ары қарай қараңыздар. Отбасы банкіне келдіңіз, нұрлы жер болсын, шаңырақ болсын, әскери баспана болсын, бақытты отбасы болсын, кез келген бағдарламамен займ рәсімдейін деп жатсыз. Сіз кредитный карта бар екенін білмеуіңіз де мүмкін, білуіңіз де мүмкін. Оған қазір кейінірек тоқталамыз. Қараңыз, сол кезде отбасы банкінде мысалы расход шығын деген болады. Кез келген банкте общий доходыңыздан расходтарыңызды алады. Енді мұқият қараңыздар. Шығын расход, мысалы, ол кезде мысалы сіздің өмір сүру үшін алып тастайды, 10 МРП, 15 МРП-дан, басқа да кредиттеріңіз болса да алып тастайды. Енді мынандай кредитный карта болса, мысалы сол лимиттің 10%-ын алып тастайды. Мысалы 500 мыңға сізге лимит ашып берді ғой, 500 мыңның 50 мың теңгесі расход алып тастайды. Сіздің доходыңыздан алып тастайды, минусқа байт етіп. Көрдіңіз ба? Миллион болса, миллионның 10%-ын 100 мың теңге алып тастайды. Ал мынандай жағдай болуы мүмкін. Сіз ол кредитный лимитті қолданбадыңыз, мүлдем қолданбадыңыз. Ол ашылды кредитный карта, сол күйінде тұр да, бірақ қолданбадыңыз. Қолданбасаңыз да оны 10%-ын алып тастайды расходқа. Өйткені ол банктың страховкасы, яғни отбасы банк қорқады. Ертең сіз кез келген уақытта ол кредитный картаны қолданып кетуіңіз мүмкін. Яғни ипотека бар, ананы қолданып кетсеңіз, долговая нагрузка деген бар. Яғни сіздің айлығыңызға ауыртпашылық түсіп, сіз ертең ипотеканы төлей алмай қалуыңыз мүмкін деген ниетпен мынаның 10%-ын шығын ретінде алып тастайды. Көрдіңіздер да? Ары қарай, құрметті достар, кеттік. Көпшіліктің осы кредитный картаны қолданып жатқан кезде жіберетін қателіктер қандай? Мысалы, қараңыздар, қарыз жабылды. Мысалы, сіз кредитный картаны мүлдем қолданбадыңыз. Зарплатный карта алып жатқан кезде сізге параллельно ашып жіберді кредитный картаны да. Білмейсіз, байқатпай да ашып жібереді кейде менеджерлер. Өйткені әр банктың өзінің планы бар, оған кейінірек тоқталып айтып беретін боламын. Қараңыз, қарыз жабылды, сізде 0 теңге. Бірақ кредитный лимит алған кезде, мысалы, карта жабылған жоқ. Сіз картаны жапқан жоқсыз, по факту. Банкке барып, кредитный картамды менің жабыңдар деп заявление жазған жоқсыз. Бірақ бір рассрочка товар алдыңызда, ай сайын төлеп жүрдіңізде, бітірдіңіз. Кредитный карта тұр әлі. Ол ашық тұр, яғни действующий болып тұр. Көрдіңіздер ме? Енді сіз кезінде рассрочкаға немесе кредитке ақшалай алып, просрочка жіберген болсаңыз, хотя бы соңғы 12 айда 1000 теңге просрочка болған болса,
сіздің кредитный историяңыз отрицательный болып саналады, яғни бұзылған, бітті, бұзылған болып саналады. Яғни сіз картаны жабуды ұмытып кеттіңіз, бірақ қарыз жабылды. Сізде кредитный лимит 500 болып тұруы мүмкін, 1 миллион теңге болып тұруы мүмкін, даже 0 теңге болып тұруы мүмкін. Ешқандай қарызыңыз жоқ банктың алдында на кредитный карта берген. Бірақ картаңыз действующий болып тұр ғой, оны жапқан жоқсыз. И 1000 теңге просрочка болса, сіздің кредитный историяңыз отрицательный болып саналады. Мысалы, нұрлы жер бойынша конкурске қатысатын азаматтар осыны білмейді. Банкке келіп, жаңағы өтінім беріп жатқан кезде заявкасында шығады, кредитный история отрицательный, бітті. Енді ол кредитный картаны жабу керек. Банкке барып заявление жазу керек. Көп айтады, ойбай, мен қарызым жоқ, кредитный картаны жаптым, бітті дейді. Мысалы, қараңыздар, сізге наглядно көрсетейін. Міне, менеджердің алдына бардыңыз, заявление жазасыз. Мысалы, кредитный картада, оны менеджер былай қайшымен деп кесіп тастайды, міне, бітті. Картаны құртады, сізден заявление қабылдайды да, өнен кейін первое кредитное бюро деген арнайы мекеме бар. Первое кредитное бюро. Сол жаққа запрос жібереді, екінші деңгейлі банктер. Оның кредитный картасы жабылды, бізге ешқандай қарыз емес деп. Сол кезде ол мына картаңыз жабылады деген сөз, мысалы. Карта жабылады, онан кейін ол завершенный болып тұрады, яғни бітті, аяқталды. Онан кейін аяқталғаннан кейін ғана сіздің кредитный историяңыз жақсы болады деген сөзді білдіреді. Көрдіңіздер ма? Осыны ұмытпаңыздар. Менің YouTube каналымда кредитная история деген бөлімшеге өтсеңіздер, плейлист арқылы. Осы первый кредитный бюродан кредитный историяны қалай алу керек, оған және талдау жасалған, міндетті түрде көріңіздер. Қарғата, кредитный карта кімге пайдалы? Қарапайым тұтынушыға, сіз бен мен сияқты адамдарға оның ешқандай пайдасы жоқ. Бағана басында айтқандай, сізде лимит береді, желкеңізден ұстап, банкке байлап қояды. Кредитный карта ашылған, кез келген уақытта сізде соблазн болып кетуі мүмкін да. Ананы ала саласыз, рассрочкаға мынаны ала саласыз, үнен үстеме төлемей қайтарасыз. Ол банкке пайдалы. Ол тек қана банк үшін пайдалы. Әр банктың өзінің планы болады. Әр филиалға, мысалы, бір филиалда күніне 20, немесе айына 20, немесе күніне 100 кредитный карта ашу керек деген сияқты. Мүмкін айына әрқалай болады. Яғни олар сіздерге менеджерлер мүмкіндігінше сізге кредитный карта ашуға тырысады. Қандай да бір товар алып жатсаңыз, автокредит алып жатсаңыз, соны кредитный картамен беруге тырысады. Сондықтан міндетті түрде сұраңыздар. Мына кредитный карта ашылатын кезде оның зиянын біліп жүріңіздер. Жалпы осы кредитный картаны ашқызбауға тырысыңыздар. Міне, кредитный картаға жоламаңыз. Әңгімең ашық осы. Кредитный картаңыз болса, банкке барып, қазірден бастап жауып тастаңыз. Жаңа мен көрсеткенде қайшымен қиып тастайды да, сізден заявление қабылдайды. Міне, құрметті достар, бүгінгі тақырып осы. Қолданыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше аман есен сау болыңыздар.